Киіз үйдің ішінде тұрған бала бөлінген ағаш бесікке жылан кіре алмайтын болған. Білесіз бе не себептен? Менің атым Ернар Амангелдіұлы. Мен сіздерге бүгін қазақтың тал бесігі, ағаш бесік туралы айтқым келеді. Бұл бесікке баланы бөлгеннен кейін ішіне жыланды кірмеу үшін қандай қорғаныштарды қолданған? Біріншіден үкі таққан. Үкі таққан кезде осы үкінің иісіне жылан келе алмайтын болған. Өйткені инстинкт бұл үкі жыланды жейді. Және тағы да бір түрі қара құртта да жақындап келмеген. Себебі үкі қара құртты да жеген. Тағы да қорғанудың бір жолы бесіктің айналасына қылдан арқан есіп айналдыра салып қоятын болған. Ал қылды қаншама есетін болсаңызда да бәрібір қылдары арқаннан шығып тұрады, және ол тітіркену рефлексін береді. Ал жылан келе жатқан кезде бірінші болып оның тілі жүреді. Осы арқанның қылына тілі тиіп, тітіркену рефлексі болып, жылан артқа қайтып кететін болған. Және айтып өтетін тағы да бір өте маңызды ақпарат, ол осы бесікке үкі тырнақ оюын қолданған. Үкі тырнақ оюы қазақтың басқа да бұйымдарында кездесетін болған.